Әлем халықтарының ертегілері, түркі ертегісі, басты байлық. Баяғыда бір жігіт өзінің кедейлігін айтып, залай береді екен. Ей, егер менің мол байлығым болса, қандай жақсы дәурен сүрер едім, деп үнемі қаңқылайды да жүреді екен. Бір күні тас қашаушы жігіттің үйінің жанынан өтіп бара жатып, оның сөзін естіп қалып, неге сонша залай бересің? Байлығын жетіп жатыр ғой, дейді. Байлығын жетіп жатыр дейсің бе? Қайда сол байлық, дейді жігіт таңқалып. Сенің көзің. Бір көзің үшін не алған болар едім, дейді қарт. Не дейсің, дейді жігіт зәресі ұшып. Көзімді мен ешбір қазынаға да бермеймін. Жақсы, дейді тас қашаушы. Онда бай болғың келсе, қолыңды шауып таста, сонда саған көп алтын береді. Жоқ, алтын үшін қолымды шапқызбаймын, дейді жігіт. Енді білдің ғой өзінің бай екендігін, ендеше несіне залай бересің? Менің айтқаныма сенсең, адамның ең басты байлығы зор денсаулық пен мықты күш. Оны ешқандай ақшаға сатып алуға болмайды, дейді тас қашаушы. Қарт жөнімен кете береді.